Ассалаумағалейкумдер, армысыздар, сіздермен мен Ешман Мереке. Осы арада сіздерге қызық нәрсе көрсете кетейін. Қазір нарда міне бүйттім де, қазір мынандай қылып бүйтіп плюсикті бастым, история түсіруім керек болды да. История деп кешірерсіздер, прямой эфирге шығуым керек болды. Прямой эфирге шығуым керек болды. Бұрын мына история деген төменде тұратын еді ғой. История деген. Енді бүйтіп жылжытқан кезде мынаға прямой эфир деген шығу керек. Көрдіңіздер ме? Мен қаншама күн болды таба алмай жүрмін, қаяққа кеткен деп. Содан қызығы тағы бір лайфхакпен бөлісе кетейін да. Мына домикті баса қоясыз, мына сол жақта шеттегі. Одан кейін мынандай ленталарыңыз бар ғой, мынандай ленталарыңыз, қарайтын ленталарды. Осындай лента. Соны бүйтіп мысалы мынаға әкелесіз де лентаны. Бүйтіп жылжыта қойсаңыз, міне қапталға жылжытасыз. Бота қаққа кетті? Мына оңға қарай жылжытады екенсіз, кешірерсіздер, иә. Оңға қарай жылжытады екенсіздер, одан кейін міне прямой эфир деген шықты. Мен қаншама күннен таба алмай жүрмін ғой, прямой эфир деп. Сөйтсем осытып қыздарым тауып берді прямой эфир деген. Өзім инстаграм шыққым, бұл енді ұят болды үлкен. Сол жаңағыдай ғой, міне тағы лайфхакпен бөлісе кетейін, тағы өзім көрсетейін. Бүйтіп ұстадық қой, мынаны солға қарай жылжыта қоямыз. Оңға қарай жылжыта қоямыз, солға емес. Міне прямой эфир деген мына жерде екен. Міне. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Прямой эфир түсіретін болсаңыздар, басып жібересіздер осылай. Не дейді, ақыл жастан деп айтады ғой. Ақыл жастан деп айта ма? Иә. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Төменге подписаться басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен мен Ешман Мереке. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, пайдалы болса.